Балалар, сендер білесіңдер ме апопласт пен симпласт? Әрбір өсімдіктің тамырағына дейін судың ұзақ сапары бар. Су мен минералдар тамыр арқылы өсімдікке еніп, жоғарыға көтеріледі. Бірақ олар бір ғана жолмен емес, екі түрлі жолмен қозғалады. Апопласт және симпласт жолымен. Апопласт жолы бұл судың жасуша қабықшалары мен жасуша аралық кеңістіктер арқылы қозғалу жолы. Яғни су цитоплазмаға кірмей, тек қабықша бойымен өтеді. Су осылайша тез қозғалады, бірақ эндодермиске, яғни каспар белдеуіне жеткенде тоқтайды. Ал енді симпласт жолын көрейік. Мұнда су жасушаның ішіне кіріп, цитоплазма арқылы қозғалады. Су молекулалары плазмодесма деп аталатын кішкентай көпіршелер арқылы бір жасушадан екіншісіне өтеді. Бұл жол баяу, бірақ өте қауіпсіз және реттелген. Міне балалар, апопласт судың жылдам, сыртқы жолы. Симпласт судың реттелген, ішкі жолы. Екеуі бірге жұмыс істеп, судың тамырдан жапыраққа дейін жетуін қамтамасыз етеді. Оқушылар, судың да сұрауы бар. Су тіршілік көзі деген сөз бар. Өсімдік тірі ағза. Ол да сусыз өмір сүре алмайды. Сондықтан су өсімдіктің нағыз өмір тамыры. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз апопласт пен симпласт туралы болмақ.